Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл шаруашылық YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен ауыл шаруашылық YouTube арнасының негізін қалаушы және Ауыз агрокомпаниясының директоры мен Сабегернар Маратбекұлы. Құрметті достар, бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзіміздің қызанақтарды көрсететін боламын және қызанақтарды қалай өсіргеніміз жөнінде ақпараттар беремін және де оны ары қарай қалай өсіру керек, яғни өнім алғанға дейін сол жөнінде біраз ақпараттар беремін. Былтыр жалпы 2020 жылы біз осы қызанақтарды қалай өсіргенімізді, қалай еккенімізді толықтай көрсеткен болатынбыз. Ал биыл еккенін көрсетпедік, дегенмен оны мен қазір сіздерге жалпы айтып түсіндіріп беретін боламын. Басқа контенттер салынды оның орнына, павловния жайлы. Бірақ дегенмен қызанақты жалпы өсіру бұл өте маңызды процесс. Сол себепті қазір көрсетейін деп отырмын. Міне назарларыңызда біздің қызанақтарымыз. Бұл қызанақтардың ерекшелігі, міне мына қатардағы қызанақтар әсіресе, бұлардың ерекшеліктері, бұларды біз биыл өзіміз дәннен өсірдік. Дәннен, яғни кәдімгі жеміс ящиктер бар ғой, жәшіктер, соларға биогумусты салып, және соның ішіне дәнді салып, содан өсірдік, және ондан кейін осы жерге әкеп отырғыздық көшеттерді. Ол жәшікте қалай өсіп тұрғанын біздің алдыңғы видеолардың бірінен көрсеңіздер болады. Соның ішінде біз көрсеткен болатынбыз, қалай өсіп тұрған. Міне соны алып енді жерге әкеп ектік. Алхамдулилля, қазір жақсы өсіп тұр. Енді қызанақ болсын, қияр болсын, тағы басқа қандай жалпы көкөніс болсын, жеміс жидек болсын, өсу үшін не керек деген сұраққа мен жалпы жауап таптым. Мен былайша білікті агроном емеспін, дегенмен жалпы осы саланы зерттеп, Қазақстанда агродержаваға айналдырамын деген арманмен, мақсатпен жүргендіктен мен жалпы түсіндім. Кез келген көкөніс, кез келген жеміс жидек, жалпы өсімдік әлемінің кез келгені өсу үшін, құрметті қандастар, құрметті ауылдастар, оған 5 нәрсе керек екен. Ол үшін ең бірінші құнарлы топырақ қажет екен. Құнарлы топырақ, яғни биогумус, қара топырақ, осылар керек. Өйткені құнарлы топырақтан кез келген өсімдік, жеміс ағашы болсын, басқа гүл болсын, көкөніс болсын, ол өзіне қажетті, былайша айтқанда дәрумендері сіңіріп тұрады топырақтан. Одан кейін оған су қажет, өйткені өсімдіктердің былайша айтқанда жасушаларының барлығы судан тұрады ғой, цитоплазма дейді. Ол жасушаның барлығы судан тұрғандықтан оған су ауадай қажет, екінші. Және үшіншіден былайша айтқанда бұларға ауа қажет. Өйткені бұл өсімдіктер әлемі негізі фотосинтез үдерісі арқылы көмірқышқыл газын жұтып, от деген бөліп шығарады. Міне сол себепті ауа бұларға өте қатты қажет. Және төртіншіден бұларға жылу қажет. Яғни бұлардың мына өздерінің жапырақтары көгеріп тұру үшін бұларға жылу өте маңызды. Сонымен қатар жарық қажет. Міне осы 5 қажеттілік егер болатын болса, және дұрыс болатын болса, менің көзімнің жеткені, иншалла, кез келген өсімдік әлемін былайша жай қалдырып өсіруге болады екен. Мысалы, жылу деген кезде өзінің қалыпты температурасы болу керек. Егер мысалы қызанақ ерте егіліп қоятын болса, онда жағдайда ол өліп қалады. Дәл сол сияқты егер жарық түспейтін болса, онда да ол жақсы өспейді. Қазір мен сіздерге павловния ағаштарымды көрсетейін. Сол жерден сіздер байқайсыздар. Ол жерде 4-еуі бар, 1-еуі жетіспеген, сол себепті жақсы өспей тұр. Міне, мысалы қарайтын болсаңыздар, мына екі былайша айтқанда егілген павловнияға қарасаңыздар, мына павловния жақсы өсіп жатыр. Өйткені мынаған көріп тұрғандарыңыздай қазір күн түсіп тұр. Яғни жарық бар. Ал мына павловнияға, міне мына ішіндегі павловнияға қарайтын болсаңыздар, мына кішігірім. Бұған көлеңке болып тұр қаз. Содан соң бұл жақсы өспей тұр. Әйтпесе бұда топырақ, құнарлы топырақ, су, яғни уақытылы су қарып тұрмыз. Сонымен қатар бұда жылу бәрі бар, ауа, тек қана бұған жарық жетіспей тұр. Міне көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жақсы өспей тұр. Осы жағынан мен қателескен екем, негізі көп қандастарымыз айтып жатыр, неге терең қылып жібергенсің Ернар шұңқырды деп. Шынында да мен басында бұны шұңқыр қылған кезде негізі су құю үшін ыңғайлы қылып жасаймын деген, бірақ тым қатты терең болып кеткен екен. Негізі бетіне қарай ексем де болатын еді. Енді қателеспейтін адам жоқ. Қазақта айтады ғой, жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяғы жоқ деп. Сол себепті қателіктен сабақ алу арқылы үйренеміз. Міне осылай қателік жасап, мен бірнеше павловния ағаштарымды жақсы өсіре алмай жатырмын деп түйдім өзім.
сондай сабақ алдым. Жалпы кез келген айттым ғой, өсімдік әлемін өсіру үшін жаңа айтқанымдай сол 5 нәрсе керек екен. Сол себепті қызанақты өсіретін кездерде сол 5 нәрсеге аса қатты мән беру керек, маңыз беру керек және соның барлығын дұрыстап жасау керек. Соның ішінде бізде қазір ең жетіспей жатқан нәрсе бұл топырақ мәселесі, яғни топырақ құнарсыз. Сол топырақты құнарландыру үшін біз қазір биогумусты өндіріп жатырмыз және биогумуспен өсіру бұл өте маңызды. Әрі табиғи болады, әрі өте құнарлы болады. Ал қалған ауа альхамдулилля бар, жылу бар, жарық бар, су да бар енді. Көп жерлерде енді су жоқ аймақтарда бар шығар, бірақ бізде Аллаға шүкір су бар оңтүстік өңірлерде. Сондықтан осы 5 қажеттілікті өсімдік әлеміне жасап беретін болсақ, осылай қызанақтар да өседі альхамдулилля. Міне мына жақта көріп тұрсыздар ғой. Біздің бауымыз да былайша айтқанда өсіп тұр. Еккен 20 ағаштың барлығы Аллаға сансыз шүкірліктер болсын өсіп шықты. Аллах тағала осы әлемді жаратқан кезде барлығына өз қажеттіліктерін беріп қойған. Яғни соны кішкене біліп, өсімдік әлемінің қажеттіліктерін беретін болсақ, бесеуін, онда кез келген өсімдік әлемін жайқалтып өсіруге болады. Енді топырақ жайлы айттық қой, қазір мен сіздерге сол жайлы керемет бір дүние көрсетейін. Мәселен достар, біз биыл қияр еккен жоқпыз арнайы, бірақ мына қиярды көріп тұрсыздар, қияр өніп шығып, кәдімгідей жеміс беретін деңгейге жақындап жатыр. Міне көріп тұрған болсаңыздар, гүлдеп, міне тіпті керек десеңіздер түйнектері бар мына жерде. Міне қараңыздар, көріп тұрсыздар ғой. Түйнеп кәдімгідей бұл шығып жатыр. Енді бұл қай жерде өсіп тұр деген нәрсеге келетін болсақ, қазір мен сіздерге көрсетемін, қай жерде қалай өсіп тұр бұл. Осыған келетін болсақ, бұл жерде міне айналасында биогумус. Мынау тұрған биогумустың грядкасы болған, соның орны қалған тұғын. Сол жерде бұл қазір өсіп тұр. Міне мына жерде де, мына шөптің астында биогумус, мынау да биогумус. Сол биогумусқа өсіп тұр. Бұны біз арнайы еккен жоқпыз, жерге дән тастаған жоқпыз. Яғни бұл деген сөз биогумустың күші орасан зор деген сөз. Бұл бір ғана мысал емес, қазір мен сіздерге тағы бір мысал көрсетем. Бұл енді қанша деген жерде тұр ғой, егілген сияқты болып. Ал мына жақта мынаға не дейсіздер? Міне қараңыздар, мынаны көрдіңіздер ме? Бұл жақта да өсіп тұр міне. Көріп тұрсаңыздар, міне қияр өсіп тұр. Қараңыздар. Бұның асты ешқандай топырақ емес. Көрдіңіздер ғой, кәдімгі машинаның капоты дейді. Сода біз үстіне биогумус тастап, былайша айтқанда көң тастап, көңге шылаушындарымыз жіберіп, соның нәтижесінде осын суғарып, сөйтіп жетке қылып құямыз жалпы жеміс ағаштарымызға бәріне. Міне соның үстінде өсіп тұр. Міне өз көздеріңізбен көрсеңіздер болады. Міне кәдімгідей соның үстінде өсіп тұр. Міне бұл деген сөз биогумустың керемет құнарлығының дәлелі. Сондықтан осы биогумусты өндіріп, иншалла біз кез келген өсімдік әлемін жайқалтып өсіре аламыз. Алла бұйыртса. Сол себепті биогумус өндірейік, жаңа қалған 4 қажеттілікті берейік өсімдіктерге, және кез келген өсімдік әлемін жайқалтып өсіре аламыз, иншалла. Міне, сондықтан мына жақта бізде дәл қазір биогумус өндірісі болып жатыр. Шылаушындарымызды суғарып, 70-80% ылғалдылығын жасап жатырмыз, иншалла. Бұл өте маңызды. Міне мына жерде үлкен грядка болды. Осы грядкіде енді біздің шылаушындарымыз жүр, биогумусты өндіріп беріп жатыр бұлар бізге, альхамдулилля. Негізі биогумусты өндіру барысында варашитель деген аппарат болады екен. Ол варашитель деген аппарат былайша айтқанда майдалайды, көңді майдалап шылаушындарға жеуге ыңғайлық береді екен. Енді ол бірден көп қандастарымызға доступны нәрсе емес. Мен өзімде оған ақша салуға қатты ниет танытқан жоқпын, бірақ мен өзім осы бір методиканы ойлап таптым деп айтамаймын. Енді өзім соны былайша айтқанда түсіндім. Егер көң өте қатты ылғал болатын болса, жиі суғарылатын болса, онда ол жұмсақ болады да, тиісінше шылаушындар варашительмен оны майдаламай-ақ өздері жылдам жей алады екен. Сол себепті біз жиі суғарып жатырмыз. Міне осылай құрметті қандастар, бізде қазақта жер деген өте көп. Аллах тағала насип етіп, ата-бабаларымыздың себепкерлігімен бізге орасан зор үлкен жер қалды. Оның қателеспесем қазіргі таңда 200 миллионның 100 миллионға жуығы
қателеспесем, жалпы ауыл шаруашылық жер, жоқ, 200 миллиондай ауыл шаруашылық жер, соның 60 миллиондайы, былайша айтқанда, бізде ол егін шаруашылығына арналған жер. Сол себепті егін шаруашылығында біз кез келген өсімдіктер әлемін өсіреміз. Және ол үшін керек нәрсе бізге осы 5 қажеттілік, жаңа айтып өткендей, құнарлы топырақ, ауа, жарық, жылу, сонымен қатар су. Соларды біз беретін болсақ өсімдік әлеміне, осылай қызанақтарды да, мына жақтағы бауды да, барлығын былайша айтқанда өсіре аламыз. Сонымен осы ақпараттарды сіздермен бөліскім келді бүгін. Жалпы қызанақтарды қалай өсіру керек, сол осы 5-еуін әрқашан беріп, нормада ұстап отыратын болсақ, иншалла кез келген нәрсені өсіре аламыз. Сіздермен бірге болған Спабегенар Маратбекұлы, Ауыз Агро компаниясының директоры және ауыл шаруашылық YouTube арнасының негізін қалаушы. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, сұрақ қойыңыздар, және ең бастысы видеоны басқа қандастармен бөлісе отырыңыздар. Қазақстанды агродержаваға бірге айналдырайық. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.